Баршаңызға қайырлы күн достар. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Қаламқас. Бүгін керемет, өте тойымды, дәмді қазақша десерттің рецептімен бөлісемін. Яғни жент деп аталады. Өте қарапайым жолы. Ол үшін видеоны соңына қарап, каналыма тіркеліп өтіңіздер. Бізге қажетті заттар: ерітілген бөлме температурасындағы сары май, қант және де тарының талқаны қажет. Өте дәмді болады тарын талқаны. Осы тарын талқанынан жасайтын боламыз. Алдымен ыдысымызға талқанымызды саламыз. Үстіне қантымызды саламыз. Және де бөлме температурасындағы сары майды саламыз. Енді жақсылап қолымыздың көмегімен араластырамыз. Мен өз отбасыма жасағандықтан осылай қолмен араластырамын. Неге қолыңызға қолғап кимедіңіздер демеңіздер. Егер де сіздер өздеріңіз жасайтын болсаңыздар, қолғап киіп жасай беріңіздер. Негізі қолмен жасаған тағамның бәрі өте дәмді болады. Мен көпшілікке жасамаймын, өз отбасыма жасағандықтан осылай жасап жатырмын. Осылай жақсылап араластырып аламыз. Мінекей қант майымызды, талқанымызды осылай жақсылап араластырып алдық. Осылай қолыңызбен мұжған уақытта бастары бірігуі қажет. Енді талқанымызды біріктіріп, жент қылып жасаймыз. Ең бірінші әдісіміз осылай. Мен форма қолданып жатырмын. Бірінші түрі осындай холодильникке жұмыртқаны салатын ыдысқа жасап көрейін деп жатырмын. Осылай қолымызбен алып, дөңгелекшенің ішін толтырамыз нығыздап. Мінекей. Мінекей осылай формамызға салып алдық. Енді бір жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Енді келесі түрі, яғни осылай қолымыздың көмегімен сығып, яғни сықпа құрт тәріздес жасаймыз. Мінекей осылай жасап шығамыз қалғандарын. Жентіміз дайын болып шықты. Өте әдемі, тойымды, жасалуы оңай десерттердің бірі. Сіздер де жасап көріңіздер, керемет. Осы десертті жесеңіз, тойып жүресіз, таңертең жеген дұрыс. Өте құнарлы тағам. Сіздермен болған Қаламқас. Видеоны соңына көргендеріңізге рахмет. Каналым, видеом ұнап жатса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Сіздерді комментарий бөлімінде күтемін.